Бұл ферманы жүргізіп жатқанымызға 6 жыл болса, сол 6 жылдағы ең бірінші вложением дейді ғой, былайша айтқанда. Осы тракторым болатын. Тарихы оның 2019 жылы басталады. Біз ол уақытта өзіміздің үйіміз жоқ, квартирада тұрамыз. Біреудің квартиранты болып жүріп, әйтеуір тығып, үйтіп 1,5 миллион жинап. Кейде айтады ғой, ажар күшті трактор шығып тұр. Давай трактор алайықшы. Бір де мал жоқ қой. Ол кезде не бір қой жоқ, не бір сиыр жоқ. Трактор не адам деген ферманы бизнестен трактордан бастаушы ма еді деп бір күлгеніміз бар. 1,5 миллион теңгені ажардың алдында бизнес планды қорғап, әйтеуір көндіріп алып, қысшы февраль уақытында ғой, ағам екеуміз, Мақсат екеуміз 50 километр жерде сол жерден алып келгенбіз. Жүректе қимастық болды ана ақшаға деген. Өйткені квартирада тұрғаннан кейін үйде керек, баспанада керек. Сондай бір не болды, бірақ енді Аллаға тәуекел деп жасаған бір алғашқы қадамдарымыздың бірі десек те болады. Әлі күнге дейін игілікке пайдаланып жүрміз. Ол кезде жолдасым, давай 1,5 миллионға алайықшы соны дегенде, ой, бір күмәнданбай, жарайды, жақсы, мен сен қолдаймын деп алғаным үшін қуанамын өзіме. Өйткені шынымен де жолдасыма сеніп, оның шешімінде береке бар екендігіне сенгеніме өзім қазір мақтан етемін өзіме. Осы фермаға келе жатқанда анау алыстан уже сап-сары осы тракторды көрсем, уже көңілім марқайып, көңіл күйім көтеріліп, күліп, сол кездер есіме түседі. Мен үшін бұл трактор енді біреуге бір итаяқ болып көрінсе де, бір салоннан жиып алғанда енді сондай қуандық. Әлі күнге дейін қуанам. Шүкір. Бала шағам тебеді деп ойлаймын әлі. Болашақ фермерлерге айтарым, жалпы бизнеста болса да көрпеге қарай көсіліп, қолда не бар, сонымен бастау керек қой. Жағдайға қарау керек. Біреулер бірден кредитқа трактор солай алып жатады. Ол өзім ойымша қате сияқты. Міне, сол жаңа трактордың істеген жұмысын ескі тракторында жасайды негізі.